достарынан кемесі көре албаса ошол айтты да. Береріңіз. Бүйөөңүз барбы? Биздин ишке тиешеси барбы? Эми сиздин муртуңузду чоюп жатсам, бүйөөңүз келип менин мойнуму чоюп койсо. Рахмат. Geçmesin. Bolçek. Karmaç, bana karmaç. Oy Bolçek! Koy tuç. Nasam çıkıdı. Çekmesinden tanıştıran hareket kılayın. Tek bunun uzakta kızlar. Bunlar bizden aktifler, bunda aktifler sonra deyindir. Bunlar bizden birinci kızımız. Bunu bile. Nursel degan kız. Bu жаққа көресіңдер, андақандай бейне келді. Так, Құндыз деген бұл бірінші тартылып атады. Тартылғанда дағы главный рөлдің дүресін жаратып атады. Құндызға қол шайылар. Майя деген қыз бұл дағы бірінші тартылып атады. Бегімай, бұл дағы жаңы қыз. Бұл дағы бірінші тартылып атады. İşe götürdü derler. Ramiz Çoldaşı birinci mes, erkekleri birinden başlayıp tartılıp atıyor. Bu Jackson degen kısmına 15 yıl burada başlayın eкен bunlar kızlar. Ay erkekler, yaman büyük üstüne degen şey. Buna bir bakımdan çoğumuz kontrol atar. Urmat, bizde profesör. Kolçak oğlan. Bunda da bir жақсы шумлық açık ойлап тапқан, ана көресіңдер. Бұл бірінші жолы тартып атады десем, дағы болмай қалады. Қыш керек. Кім? Емені. О, қайшы. Бұны атында білмей қалшы, қайшы дейді екен көшеден көргендерші. Анткені бұл любой нәрсені қайшымен қыртып таштайды. Бұл да келемес. Гүлзат. Пускай он біздің активтар спонсорлар. Ол арты досым күйненің көркін ашып, еркектер екіден баштап қосылды. Бұл башында 4 мушкетерменен шыққанмын. Ана бұл Д'Артаньян болып 5-ші болып қосылған. Шу Абдуқадырматов деген біздің атақты бүгін спонсорлар. Бұл бірақ только орақтан орат. Бұл Едік деген мұғалім. Мұғалімдер бар ма араларда? Burada жалаң пара алсылы, 4-сінде пара албай қалған бұл. Молда олып, намаз оқып, пара гүл екенін 4-ші жасында ғана түсініп отырады. Болса олар. Бұл Арлен деген жас студент бала, аяқ кино қызығып, актер болам деп жүреді. Өзінің профессиясы башқа болса дағы, сол сіздің киносына тартылайында, мұна бұл кинода дағы өзінің рөлін атқарып атады. Арлен, қосақ қалды. Мына көрдіңдер ме? Сразу қалпақ кигізіп, өрің киіп болсын. Бұл бізден главный шеф деп ол шефіне. Бұл ұрыс болмаса, бәлкім бұл жерде кинодағы болмай қалады деп себепкерді жаңа нышан айтып кетті ғой. Шу киноға демеушілік қылып, спонсор болып, біздің сол қажатымызды шешіп, елде керек бар, айтып, мына қолшап болады. Biz kipar alan kolçaklar. Жақсырақ kolçaklar, bizim sponsor. Бұл Айша деген біздің қызымыз. Жаңы шығып атады. Менің қызым апат эпизод ойнадыр. Бұл жолы чоң рөл бердік. Келешегі кең қыз, Құдай бұйырса.
Айша өзүнүн ырчы катары бир Айжан деген образды жаратып атат. Айжа колчоңлар. Бул биздин актриса эмес, бирок уюштуруучубуз. Кастингтерди өткөзгөнгө, элдерди киргизип чыгарганга ар дайым активный да. Алита, колчоң койло. Так, Замира Шардаева биздин ырчы кыз өзү. Анан кинодо дагы өзүнүн жакшы бир ролун аткарып берет. Оятырыңыздар, Бекенко, Гүлбекендер. Бул Асхат деген токтогулдук. Бул ошол токтогулдан тартылды бизге. Бизге эң чоң жардам кылды жанагы 6 минген мотоциклди ушул таап берген токтогулдан. Бул Таха. Атына жарашка заты көрдүңөр, Таха деген бандит ойнады. Бул комедияда эмне тиешиңиз бар беле? Комедияда да бул бандиттин ролун аткарат. Тойчубек, бул хайырлар. Бул өзгөчө кол чабыш керек. Эмне дегенде, анан айтам. Ошондо хайырлар. Атынан деле байкатасыңар, хайырлар. Бул Өзбекстандан келген. Атайын Өзбекстандан границадан өтүп, менин кастингиме келип, киного да келип, азыр да ошол жактан каттап атат да. 5-6 жолу келди окшойт Өзбекстанда кино тартканда. Хайырлар калчалар. Айбек Чимеевулу биздин Жошпай менен Күкүштүн баласы болуп ойноп жүрөт, билесиңер, а? Жанагы Шипалак Батырдын досу. Ол Автандыр деген ошо биздин эпизоддордо ойнойт. Жошпай менен айдын-айдынга чыккан ушул болот, анан көрөсүңөр. Так, биздин оператор постановщик. Шунун көзү менен көрөбүз, азыр ушул эмнени көргөн болсо ошону көргөзөбүз. Şu Dastan деген dinimizde kol çapmayı toktazlar Dastan. Bizden atkalışı prodüsör şunun var uyuşturgan, kinonu uyuşturgan, bayda bilen çıkarıp atkan, şunun var mesleğini araştırıp söyleşip atkan. Demir'den kızmatı da çok. Kol çapmayı var Demir'de. Bir de bu kinolar, ben kança degen kinolarında şu prodüsörün işte atkan жүрөт. Buna Nişanbek'e rahmat dozuma. Бул кинодо тартылган жок, тартылбаса да, бирок четте калбай, баардык уюштуруш иштерине жардам берип, ушул жерде кызматта турат. Айжан, мени кечирип кой. Мындай болор билген жокмун. Кечир. Касым байке, агылыңыздан мынчалык урсаңыз, неге бул кадамга бардыңыз? Талантымды чындап сүйлөсөңүз, жөн эле жардам берсеңиз, сизге Кудайдан кайтат эле го. Мына Құдай берсам бүгін 24 декабрда еркектер 4-тін жауық көрсөтүшүн азыр өткөзүп бүттүк. Элдер аябай жакшы кабыл алып, кол чаап турганы бизди кубандырды чында. Бул деген ошо кинобуз элдин купулуна толду дегенге жооп берип атат. Биз ошого кубанычтабыз. Бардык ушу келет жаңы жыл менен көрүүчүлөрүбүздүн баарын куттуктап кетебиз. Атайын ушу жаңы жылдык майрамга карата, майрамдык белек катары ушу кинону биз тартуулаганбакчыбыз. 28 декабрдан баштап бардык кинотеатрдан көрүүгө болот бул кинону. Бул 1 ай бою тартылып, 2 ай монтаждалып, 3 айда дегенде бул кино даяр болду. Кудай буйруса, жаңы жылдан баштап, 28 декабрдан баштап бардык кинотеатрдан көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстан боюнча Бишкек Ош жалалып, жана кайсы жерде кинотеатр болсо, шарт болсо, ошол жактарга биз обязательно коюп беребиз. Анан шарты жок, кышында отоплениясы жок жерлерге биз күн жылыганда Кудай буйруса кыдырып гастрол кылабыз деген оюбуз бар. Мынакей бүгүн эркектер 4 жаңы тартылган кинокомедиянын ачылышы болду. Элдер ушунчалык ыраазы болушту. Мен да мынчалык ойлогон эмесмин. Ушундай тартылат деп. Элдер дагы эл деген сынчы да, эл сынчы, эл күбө. Ушунчалык жакшы деңгээлде отурушту, жакшы кол чабышты. Айрыкча бүткөндөн да кетпей, токтобостон көпкө чейин кол чабышып турду. Демек, кино жакшы тартылган. Эми биздин кинолор негизи Урустам Аташтын кинолору мындай бытовой стилде тартылат. Элдин жүрөгүнө чейин жетет. Тарбиялык мааниси дагы өтө зор, өтө чоң. Ошондуктан 28 декабрдан баштап бардык кинотеатрларда коюлат. Андан кийин
бардық областарда Кыргызстан боюнча ушул эркектер 4 кино комедиясы сиздердин жүрөгүңүздөрдө. Келиңиздер, көрүңүздөр, жан дүйнөңүздөргө рахат тартуулап, жан дүйнөңүздөргө азык топтоп, ушинтип көрүп кетиңиздер. Келсеңиздер эч убакта арман болбойт, мындай күлүп чыгасыздар. Чоң рахмат. Барыңыздарга салам. Бүгүн 24 декабрь Манас кинотеатрында эркектер 4 кино тасмасынын закрытый показы болду. Өтө сонун деңгээлде болду деп ишенебиз. Элдердин ушундай кол чабуусунан бизге мындай кандай десем, ушундай бир эме берди. Мындан да өсүүгө буюрса аракет кылабыз. Кино сүйүүчүлөр, 28 декабрдан баштап бардыгыңыздарды эркектер 4 киносуна чакырабыз. Биздин Айша экөөбүздөн жакшы күлкүлүү комедияларды келип көрүп кетиңиздер. Кино өтө кызыктуу кино болду. Кулпуңуздарга толот, эч өкүнбөйсүздөр. Аябай жакшы тартылган кино. Келип көрүп кетиңиздер. Барыңыздар күтөбүз. Саламатсыздар. Келе жаткан жаңы жылгар менен. Мына бүгүн 24 декабрда закрытый показ эркектер 4 ачылды. Ачылышы болду, аз эме болду. Аябай жакшы болду деп ишенем. Бу экранды жаңыртып атат мына Рустам Аташевдин ушу дабирде болсо мына жаңы эмгектеринен бири. Жаңы экрандан уже 28 декабрдан баштап уже бүт кинотеатрлардан көрсөгөр болот. Бүт творческий составга бүт ийгилик жаңы жыл менен жакшы жылдардан болсун. Ушу эркектер 4 кинотасмасын 28 декабрдан баштап уже көрө берсеңиздер болот кинотеатрга келип. Рахмат. Ай эркектер, качан эсиңерге келесиңер деген кино тасма барыңыздардын эсиңиздердеби? Мынакей бүгүн 24 декабрь эркектер 4 кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүндө чогулдук. Кыргыз эли келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мындан ары дагы эркектер 5 кино тасмасында балким кичинекей балам менен келип каламбы. Бүгүн эркектер 4 кино тасмасынын жабык көрсөтүүсү болсо, 28 декабрь сиздерди бардык кинотеатрлардан күтөбүз. Келип, көрүп, маанайыңыздарды ачып, күлүп, каткырып, жыргап кетиңиздер. Эркектер 4 кино тасмасынан күтөбүз барыңыздарды. Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Жаңы жылыңыздар менен барыңыздарды 2024 жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ошондой эле биргеликте сиздерге 28 мынакей декабрдан баштап эркектер бардык кинотеатрларда эркектер 4 тасмасы коюлуп жатат. Келиңиздер, көрүңүздөр. Биз сиздерди ар дайым кулач жайып күтүп алабыз. Барыңыздарга жагымдуу маанай, ден соолук каалайбыз. Барыңыздарга салам алейкум.